Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Абай аудандық су арнасы мекемесі жоспарлы жұмыстарын жүргізіп жатыр. Абай ауданының аумағын қамтитын су арнасы 3 мекемесінің мамандары бүгінде 200 мыңға жуық тұтынушыға қызмет көрсетеді. Ауыз су құбырлары бойынша сапалы қызмет көрсетуде кәсіпорынның орталық диспетчерлік қызметімен тығыз байланыста жұмыс істейді. Жаңа технология бойынша жаңағы құдықсыз гидранттар, өрт гидранттары, одан кейін ысырмалар, задвижки дейміз. Сондай орналастыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Олардың бәрі жоспар бойынша істелінеді. Жаңа тапсырыстардың бәрі уақытылы істелініп, әзір күндегі тапсырыстар 5-6 түсіп жатыр. Енді көбісі жаңағы судың жаңағы жарылыс алу орындары бар. Жеке құбырлардың жарылған нелері түседі, тапсырыстар. Ауданда жыл басынан 22 құдықсыз гидранттар орнатылған. Бұл жұмыс өзінің жалғасын табады. Тұрғындардың хабарласуымен жөндеу жұмыстарына, апатты жағдайларды ретке келтіруге, желідегі ақауларды жөндеуге 5 бригада жұмылдырылған. Олардың екеуі ауысыммен жұмыс істейді.